Сәуірдің басында Будапешт көшелеріне жолыңыз түссе, өз көзіңізге өзіңіз сенбес едіңіз. Қалашы Владимир Зеленскийдің суреттері ілінген билбордтарға толып кеткен. Бейне бір Украина президенті Венгриядағы сайлаудың басты үміткері сияқты. Бұл жай ғана бір түсініксіз пиар емес еді. Бүкіл әлем бұл дауыс беруді демешіне тартып бақылады. Өйткені таразы басында Еуропаның қақ ортасындағы бір ғана елдің тағдырынан әлдеқайда үлкен мәселе тұрды. Көп жылдар бойы Виктор Орбан Еуропаның ақшасына өз автократиясын құрып, Еуроодақ ішіндегі кішігірім Путинге айналып үлгергенді. Арзан ресейлік газдың өтеуіне ол Кремль үшін Брюссельдің жұмысын іштен шеберлікпен тұралатып бастайтын нағыз хаос агенті болды. Бірақ ешкім сенбеген жағдай орын алды. Орбан сайлауда оңбай жеңілді. Бұл видеода біз Орбан режимінің құлауы дәл қазір Путинге қалай соққы болып тиетінін және Мәскеу Еуропадағы басты көзірлерінен неге бір жылы айырылғанын егжей-тегжейлі талдаймыз. Бұл тарихи оқиға Украинадағы соғыстың барысын қалай өзгертетінін талқылаймыз. Жайғасып отырыңыздар, біз бастаймыз. 2026 жылдың 12 сәуіріндегі оқиғалар Кремль үшін қаншалықты ауыр соққы болғанын түсіну үшін бір маңызды нәрсені ұғыну қажет. Путин венгер премьерін дәл қалай пайдаланды. Ұзақ жылдар бойы Виктор Орбан өз халқына және бүкіл Еуропаға өзін мызғымас ұлттық көшбасшы ретінде көрсетіп келді. Ол өз елінің мүддесін бәрінен биік қоятын Венгрия тәуелсіздігінің нағыз қорғаушысы болып көрінетін. Алайда сайлауға санаулы апталар қалғанда, бұл әдемі бетперде тас-талқан болды. Жоғары лауазымды тұлғалардың телефондары тыңдалғаны белгілі болып, бірқатар жанжалдар бұрқ ете түсті де, тәуелсіз саясаткер туралы аңыздың күлі көкке ұшты. Алдымен Bloomberg агенттігі нағыз ақпараттық бомба жарды. Орбан мен Путиннің 2025 жылдың қазан айындағы жабық есік жағдайындағы әңгімесінің стенограммасы жарияланды. Сонда баяғы тәуелсіздік үшін күрескеріміз не деді дейсіз ғой? Ол өзін арыстанға көмектескен тышқанға теңеген. Сөзбе-сөз айтсақ былай. Кеше біздің достығымыз сондай биік деңгейге көтерілді. Енді мен кез келген мәселеде қол ұшын соза аламын. Мен сіздің қызметіңіздемін. Бір сәт ойланып көріңізші. Еуропалық мемлекеттің басшысы Мәскеудің алдында тіл алғыш қызметкер құсап есеп беріп тұр. Онымен қоймай Венгрия Сайен басшысы Петер Сиярто мен Сергей Лавровтың әңгімесінің жазбасы шықты. Look, I am calling on the request of Alisher, and he just asked me to remind you that you were doing something about his sister. Mrs. Ismailova? Yes. Yeah, absolutely. The thing is the following, that together with the Slovaks, we are submitting a proposal to the European Union to delist her. Онда ресейлік министр Путиндік олигарх Алишер Усмановтың қарындасынан санкцияларды алып тастауға ықпал етуді сұрайды. Ал Сиярто болса тап бір тыңшы сияқты. Лавровқа еуропалық көшбасшылардың жабық кездесулерінің егжей-тегжейін ақтарып салады. Осының бәріне қарап, саясаттанушылар мұндай фанатикалық русофилияға тек мысқылмен қарайды. Онда ешқандай шынайы махаббат жоқ еді. Бұл жай ғана Газпромның VIP лоялдылық бағдарламасы болатын. Украинаға арналған 3 траншты бұғатта да жылу ақысына жеңілдік ал. Негізінде Орбан жастық шағында саяси карьерасын қатаң антиресейлік ұстаныммен бастаған болатын. Құпиясы қарапайым, Венгрия энергетикалық инеге қатты отырып қалған еді. Жабық келісімшарттар бойынша Мәскеу Будапештке мұнай мен газды су тегін бағамен беріп отырды. Дәл осы жеңілдіктер үкіметке жанармай мен коммуналдық қызметтердің бағасын жасанды түрде төмен ұстауға мүмкіндік берді. Ал Еуропадағы арзан коммуналдық қызмет бұл сайлаушылардың жүрегіне баратын тікелей жол және билікті ұстап қалудың кепілі. Бұл схемада премьердің айналасындағыларға арналған жасырын офшорлық бонустарда болған шығар, бірақ мәселенің мәні айдан анық. Орбан өз тағын Путиннің көмірсутектеріне айырбастап сатып алды. Бірақ оның есесіне Кремль ақшаға сатып алуға келмейтін нәрсеге қол жеткізді. Еуроодақтың қақ ортасындағы жеке хаос агентіне ие болды. Брюссель шешімдерді консенсуспен қабылдайды. Ал Путин венгер премьерін бүкіл еуропалық машинаны тоқтатып тастау үшін өте шебер пайдаланды. Орбан бұйрық берілгенде сындарды қиып тастайтын баяғы тышқанға айналды. Соғыс басталғанда Будапешт батыс көмегінің басты тежегіші болды. Еуроодақ Украин экономикасын гиперинфляциядан құтқару үшін 50 миллиард еуро көлемінде тарихи транш дайындап жатыр ма? Орбан тежегішті басып, ақшаны айлап бұғаттап тастайды. Еуропа бейбітшілік қоры арқылы ескі қару-жарақ берген елдерге өтемақы төлегісі келе ме? Орбан вето қояды. Сөйтіп шағын мемлекеттер жаңасын сатып алуға ақшасы болмағандықтан техника беруді қорқыт тоқтатады. Снарядтар тасу керек пе? Венгрия Украинамен шекарасын тарс жауып, Польшада ауыр логистикалық кептеліс тудырады. Путинге бүкіл Еуроодақпен соғысудың қажеті жоқ еді. Оның ішінде арзан газ үшін бүкіл құрлықтың жұмысын парализдейтін өз адамы отырды.
Еуродақтағы басты тежегішінен айырылу арқылы Мәскеу нақты не жоғалтады? Алдымызға Кремльдің зәресін ұшыратын сан шығады. 90 миллиард еуро. Көмек пакеті әлі толық бұғаттан шығарылған жоқ, бірақ ЕО дәліздеріндегі атмосфера лезде өзгерді. Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен қаражатты кедергісіз бөлу үшін Брюссельдің Венгрияның жаңа үкіметімен барынша тез жұмыс істей бастайтынын үлкен жеңілдікпен мәлімдеді. Бұл барлығына түсінікті сигнал. Құлып бұзылды, есіктер ашылды. Кремль үшін ең қорқыныштысы бұл транштың мақсаты. Егер алдында 50 миллиард негізінен Украина экономикасын қолдауға және бюджеттік қызметкерлердің жалақысына жұмсалса, жаңа 90 миллиард таза, нағыз әскери қуат. Бұл қаражат соғысты бастағандарға бенттің өнеркәсіптік көлемде қажет болуын қамтамасыз етуге жұмсалады. Бұл еуропалық әскери өнеркәсіптік кешеннің үздіксіз жұмысы. Миллиондаған артиллериялық снарядтар, жаңа АКК жүйелері, ауыр бронды техника және дәлдігі жоғары зымырандар. Путин үшін бұл атыс қуатының математикасындағы нағыз апат. Бұрын уақыт Мәскеудің пайдасына жұмыс істейтін. Орбан Еуропаны бопсалап, өз шарттарын тықпалап жүрген әр ай сайын майданда снаряд тапшылығы туындап отырды. Венгр премьері ресейлік армияны батыстың біріккен өнеркәсіптік қуатынан қорғайтын сенімді қалқан қызметін атқарды. Енді ол қалқан жоқ. Басты саботажсыз ЕО-ның бюрократиялық машинасы ақыры Мәскеу қатты қорыққан нәрсеге, бірыңғай әскери конвейерге айналып жатыр. Ал шешім қабылдау жылдамдығы еселеп артты. Кремль Украинаның қорғасыны таусылады деп үміттенген еді. Алайда Орбан режимінің құлауы бәл қазір майдан шебіне бүкіл еуропалық экономика көлеміндей арсеналдың қосылуына әкелді. Ал Путин осының бәрін тоқтата алатын қосқышынан бір жолы айырылды. Бірақ қазіргі заманғы соғыста 90 миллиард еуродан да қымбат тұратын ресурс бар. Ол ақпарат. Ұзақ жылдар бойы Будапешт Еуропаның қақ ортасында Кремльдің алып әрі тоқтай заңды шпиондық базасы ретінде жұмыс істеп келді. Жағдай тіпті ақылға сыймайтын шекке жетті. НАТОның жоғары шенділері жабық есік жағдайында қару-жарақ жеткізудің құпия жоспарлары мен Ресей қорғанысының осал тұстарын талқылайды. Ал үстел басында Орбанның өкілдері отырады. Оған қоса, Венгрия CM желілерін ресейлік хакерлер жылдар бойы ашық кітаптай оқып келген. Шу шығарудың орнына үкімет бұған жай ғана көз жұма қарады. Ал министр Сиярто достық орденін алу үшін Мәскеуге қуана-қуана барып жүрді. Осыған халықаралық инвестициялық банкты қосыңыз. Орбан оның қызметкерлеріне толық дипломатиялық иммунитет беріп, бұл мекемені ресейлік оперативниктердің Шенген аймағында еркін жүріп тұруына ыңғайлы қапқа айналдырды. Украина үшін бұл карталары ашық күйде покер ойнаумен тең еді. Батыс арнайы қызметтері, соның ішінде ЦРУ мен MI6 бұл схеманы тез түсініп, Будапештпен маңызды құпияларды бөлісуді доғарды. Олар кез келген берілген папка ертең ақ Мәскеуден бірақ шығатынын өте жақсы түсінді. Енді билік проеуропалық Петер Мадярға өтті. Скептиктер оның өзі де Орбан жүйесінен шыққан деп күмәнмен қарауы мүмкін. Бірақ мұнда салқын қанды прагматизм шешеді. Мадярға экономикасы тұралаған және сыбайлас жемқорлыққа бола еуропалық транштар бұғатталған ел берді. Венгрияны құтқарып, осы миллиардтарды бюджетке құю үшін жаңа премьер батысқа өзінің сенімділігін шұғыл түрде дәлелдеу керек. Ал ЕО мен НАТОның сенімін қайтарудың ең жылдам әрі тиімді жолы елді ресейлік төлқұжаты бар плащ киген адамдардан көрсеткішті түрде тазарту. Венгрлік радардан айырылу Мәскеу үшін фатальды нәтиже дегенсіз. Кремль инсайттардан қағылады және енді қандай санкциялар дайындалып жатқанын, Еуропа ішкі дауларын қалай шешетінін және ең бастысы, сол бір жойқын әскери көмектің майданға қандай құпия бағыттармен баратынын алдын ала біле алмайды. Нағыз тарихи бұрылыстар дәл осылай көрінеді. 2026 жылдың 12 сәуірінде жемқорлықтан, инфляциядан және бітпейтін өтіріктен шаршаған венгрлер өз еліндегі билікті ауыстыру үшін ғана сайлауға келді. Бірақ олардың дауыстары Кремль ұзақ жылдар бойы тұрғызған алып геосаяси конструкцияны құлатып түсірген қуатты тізбекті реакцияны тудырды. Путин Еуропа бірінші болып сынады деп үміттенді. Ол соғысты жеңіске жеткенше созу мақсатында өзінің қолбала хаос агентін сақтап отырды. Бірақ енді бұл кедергі жоқ, ал ескі жүйені бұзу процесі енді ғана басталды. Пікірлерде міндетті түрде өз болжамдарыңызды жазыңыздар. Петер, Мадяр елді бұрынғы элиталардан толық тазарта ала ма? Әлде олар жасырын саботаж үшін көлеңкеге кете ме? Жаһандық саясаттың жасырын механизмдерін әрқашан түсініп жүру үшін арнаға жазылыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.